Hello everyone. Сәлеметсіңдер ме 6-шы сынып оқушылары? Бүгін біз Excel for Kazakhstan Grade 6 кітабымен 9-шы, 10-шы, 11-шы беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Біріншіден қазақ каналына үлес қосып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Exercise 6. How often do you do any of the following? Write sentences. Балалар, 6-шы тапсырма. Берілген сөздерді пайдаланып сөйлем құрастырамыз. 1. I'm never late for school. You go to the park every day. I often help with the housework. I sometimes surf the net in the evening. Exercise 7. Read the theory. Are there similar structures in your language? 7-ші тапсырмада теорияны оқып, керуінде ing етістіктері қалай қолданылады? Яғни екі етістіктің бірге сөйлемде қолданылуы қалай болады? We often use the ing form after the verbs don't like, love, hate, enjoy, don't mind, go. Біз ing формасын осы етістіктер кездескен кезде ing қолданылады екен. Мысалға, I like playing football. Let's go swimming. Мұнда екі етістік бірге келіп тұр, иә? Like, play. I like playing football. Мен футбол ойнағанды жақсы көремін. Let's go swimming. Кеттік, жүзейік. Яғни сөйлем соңында ing жалғауы жалғанады екен. Тек қана егер осы етістіктер кездескен жағдайда like, love, hate, enjoy деген етістіктер кездескен кезде. We use the to infinitive with the verbs want, promise, hope, need, ask. Егер осы етістіктер кездескенде want, promise, hope деген, онда біз ing жалғанбаймыз келесі етістікке. Мысалы, I want to buy a new bike. Мен жаңа велосипед алғым келіп тұр. Want и buy екі етістігі. To express purpose. I'm going to the supermarket to buy some milk. Яғни мақсат қойған кезде. I'm going to the supermarket. Яғни мен магазинге, дүкенге бара жатырмын. Не алу үшін? Сүт алу үшін. Белгілі бір мақсатпен бар жатырсың, не? Сол кезде қолданады екенбіз ing жалғауы. With would, love, would like. Яғни would love, would like деген сөздер кездескенде ing жалғауы жалғанбайды екен. I would love to go to the theater. Мен театрға барғым келіп тұрмесе, барғым келіп еді деп айтуға болады. Тақырып түсінікті деп ойлаймын. The next one, exercise 8. Complete the sentences. 8-ші тапсырмада сөйлемде толықтырып жазамыз. My friend doesn't like swimming. Яғни мұнда етістікке ing жалғаймыз, е? My brother wants to study maths when he grows up. Яғни мұнда want деген етістік келіп тұр, сондықтан біз ing жалғамаймыз. 3. My friend and I usually go dancing on Saturdays. I would like to join the school sports club. Exercise 9. Exercise 9. Complete the sentence about you. Tell the class. 9-ші тапсырмада өзің туралы сөйлемдерді толтырып жаз. I like немесе I don't like. Не ұнайды немесе не ұнамайды, соны жазатын боламыз. I don't like sitting at home. I don't mind waiting for a few minutes. I want to go to the cinema. I enjoy playing basketball with my friends. Келесі тақырып adverbs comparative forms. Adverbs дегеніміз үстеу. Adverbs describe verbs or other adverbs. Adverbs can describe manner. Әрекет ету тәсілі, мысалға үстеу қалай деген сұраққа жауап береді ғой. Қалай? Carefully, slowly. Жаймен, абайлап. Place, where, outside, everywhere. Орындар, қайда? Сыртта, барлық жерде. Time, уақыт, қай жерде? Recently, yesterday. Кеше, жаңа ғана. Frequency, how often, жиілікті білдіреді. Regularly, always. Әрқашан, әдеттегідей. We usually form an adverbs by adding ly to the adjective. Яғни сын есімге біз ly-ді жалғаймыз, ly-ді жалғаймыз. Бірақ
noisy, noisily. Бұл жерде соңғы y әрпі I-ға айналады. Some adverbs do not follow these rules. Кейбір сын есімдері бар, олар ережеге бағынбайды. Мысалы good, well, fast, fast, hard, hard, early, early, late, late. Кейбір сын есімдер осылай қала береді екен, өзгеріссіз. Exercise 10. Form adverbs from the adjectives in the brackets. Сөйлемдерді сын есімнен үстеуге айналдырамыз. 1. Нұргүл easily passes all her math tests. 2. Alan is doing well in his end of year exams. 3. He gets up very early every day. 4. He sings wonderfully. Салыстырмалы үстеу берілген астында егер сын есім қысқа болса, оған er немесе es жағанады. Мысалға fast, faster, early, earlier деп. Егер сын есім y-ға аяқталса, I y-ға айналып кетеді. Егер сын есім сөзі ұзындау келсе, оның алдында more немесе most қолданады. Мысалы more happily, carefully, more carefully деп. Келесі үстеу кішкенерек little less, bad worse, жаман жаманырақ, many much a lot of, more көбірек, good well better, жақсы жақсырақ. Осындай өзгерістер бар. Келесі exercise 11. Read the theory. How do we form the comparative of short adverbs, long adverbs, irregular verbs? 11-ші жаттығуда осы ережені оқып шығыңыз дейді. Exercise 12. Fill the comparative form of the verbs in brackets. Салыстырмалы шырайға ауыстырып жазамыз. 1. Сайра reads quicker than Жазира. 2. Sultan studies better in the library than at home. 3. Mr. Khalif talks louder than any of my other teachers. The next one, келесі бет, exercise 1. Listen and repeat. What are these words in your language? Which of these are in your classroom? Тыңдауды тыңдап, қайталайсыздар. Берілген сөздер өз тілдеріңізде қалай болады? Сіздің сыныпта осындай заттар бар ма? Desk, парта, blackboard. Тақта, chair, орындық, bookcase. Кітап сөресі, computer, map. Карта, projector, прожектор. Bin, мусор шелегі. Exercise 2. Look at the pictures and the titles. What is special about these schools? Listen and read to find out. Екінші тапсырмада мына суреттерге қараймыз. Бұл жерде мектеп жайлы не айтылған? Тыңдауды тыңдап, оқып табамыз. Busy, бос емес, imagine, елестету, huge, үлкен, flood. Су тасқыны, reality, шын мәнінде, essential, маңызды, equipment, жабдықтар, include, қосқанда, space, орын, bright, жарық, experiment, relaxation, демалыс, gather, жиналу. The boat schools of Bangladesh. Бангладештегі қайық мектебі. Витра телефон план мектебі. The next one, келесі бет, exercise 3. Read the text in exercise 2 again and decide if statements 1-5 are true, false, or doesn't say. Үшінші тапсырмада екінші жаттығудағы мәтінге байланысты сөйлемдер берілген, соны рас, өтірік екенін немесе айтылмаған туралы болса белгілеп қоямыз. Compare and contrast your school to the schools in the texts. Оқыған мәтіндер бойынша екі мектепті салыстырып, айырмашылықтарын тап.
Listening exercise 4. Listen to Jane describing her classroom. Which picture shows her classroom? Төртінші тапсырмада екі сурет берілген, соның біреуі Джейннің сыныбын суреттелген. Тыңдауды тыңдап табамыз. My classroom has got desks and chairs for all the students. There is a blackboard, but there isn't a television or a projector. There aren't posters on the wall, and there isn't a bookcase. All our books are in the school library. Джейннің сыныбында парталар мен тақта бар. Онда телевизор, прожектор жоқ. Және де плакаттар, кітап сөрелері жоқ. Яғни бұл A суреті сәйкес келеді. Be in pairs. Compare the two classrooms. B тапсырмасына топпен жұмыс. Екі сыныпты салыстырамыз. Speaking. Talking about your school and classroom. Сөйлесу. Writing. Size 6. Think of your ideal school. Make notes under the headlines. Location. School areas. School subjects. Write a short article about it. 50 words. Балалар 6-шы тапсырмада жазу. Мектептеріңіз қайда орналасқан, ішінде қандай орындар бар, және мектеп сабақтары. Кішкене мәтін құрастырыңыздар, 50 сөзден тұратын. Exercise 7. Draw or write a short text about your ideal classroom. Present it to the class. Өз ойынан шығатын идеалдық сынып туралы қысқа мәтін жаз немесе суретін сал. Оны сыныптастарыңа көрсет. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар. Бай-бай.